қош келдіңіздер мен сабағыма деп кетейін. Мен өзім жаңа әдіс тәсілді көрсету үшін 5-ші сыныпта алдым информатика сабағы. 5-ші сыныптарда қазір гироскопиялық датчик бұрылыстар тақырыбы өтілуде. Ең бірінші сабақтың мақсатын айта кететін болсам, бұл гироскопиялық датчик жұмыс істеу принципін түсіндіру және де роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін бағдарлама жасау. Яғни мен қазір мұнда бағдарламаны жасап көрсете алмаймын, бірақ та бірінші мақсат бойынша өзімнің құрап шығарған әдіс тәсілімді көрсете кетейін. Ең бірінші тапсырманың дескрипторымен таныстыра кетейін. Тапсырманың дескрипторы квесттегі жасырын жиһаздарды табады, сұрақтарға нақты жауап береді, гироскопиялық датчиктің не екенін біледі, гироскопиялық датчиктің тиісті режимдермен қызметін жазады. Енді бұл әдістің атауы кейс квест деп аталады. Бұлай атауының себебін қазір өздеріңіз көретін боласыздар. Енді келесі бетке инструкция, яғни әр ойында, әр әдіс тәсілде әрбір құралдардың өз инструкциясы болады. Бұл дегеніміз киіз үйдің жиһаздарын қозғап көру, жиһазды таңдағанда сұрақтар жасырынған, кей жиһаздарда сыйлық тауып алуы мүмкін, өзіңе сенімді болып сұраққа нақты жауап беру керек және дұрыстап жауап бер. Енді бұл тапсырма байланысты өзінің бақылау парағы бар. Бақылау парағын ашатын болса, бірінші ұяшыққа оқушылар өздерінің аты жөнін жазады және де жауаптарын енгізетін болады. Міне, біз өзіміздің киіз үйдің ішіне енді. Киіз үйді таңдау себебім бұл шаңырақта киіз үйде үлкен тәрбиенің мәні жатыр. Ұлттық құндылықты оқушыларға дәріптеу мақсатында киіз үйді алдым. Және де ол неше түрлі жиһаздармен әсемделген, бейнеленген. Мысалы, біз өзіміздің дөңгелек үстелді таңдайтын болсақ, бізге осындай сұрақ ашылады, бөлме ашылады. Гироскопиялық датчиктің негізгі қызметтері тест түрінде бұл сұрақ. Мысалы, А нұсқасын таңдайтын болсақ, бізге сұрақтың жауап қате екенін көрсетеді. Артқа қайтып біз дұрыс жауабын тауып көрейік. Бұл әрине Б нұсқасы. Жақсы. Енді қараңыздар. Басқа осы ою-өрнек кілемшені таңдап көрейік. Қызық сұрақ, төсектің астын тексер дейді. Ал төсектің астын көрейік, не бар екен? Төсектің астында гироскопиялық датчик деген не? Оқушы өзінше ауызша жауап беруге тырысады. Егер де оның жауап дұрыс болса, онда ол өзінің жауап парақшасына 1 деген балды қосады. Артқа қайтайық. Енді екінші кілемшені көрейік, Бұл сұрақта, бұл сұрақ емес, бұл жерде балаларға берілетін мәлімет, яғни осыны оқып, гироскопиялық датчиктің сағат тіліне қарсы бұрылуы теріс мәнді, сағат тілмен бұрылса, ол 10 мәнді білдіретінін түсінеді. Тағы артқа қайтайық. Енді мына тұрған диванды басып көрейікші. Диванның артында бізде сұрақ жасалған екен. Гироскопиялық датчиктің қанша режимі бар? Сұраққа кіретін болсақ, міне нұсқалар берген 4, 3, 5, 4-ті басып көрейік. Бұл дұрыс емес. Бұл, яғни сұрақтың жауап қате және 3 деп басатын болса, әрине бұл өлшеу, салыстыру, қалпына келтіру 3 режимнен құралатынын біледі оқушы. Жақсы, артқа қайтайық. Тағы да таңдап көрсек біреуін. Сол гүлді таңдап көрейік. Міне, қараңыздар. Кейбір сұрақтарда, кейбір жиһаздарда сұрақ жоқ дедік, пердені ашып көрдік, перденің артында бұл жиһазда сұрақ жоқ деп жазылыпты. Келесі гүлді таңдасақ, жарайды, сен ұпай алдың. Яғни ол оқушы өзіне 2 ұпай қосып ала алады. Квест ойын бәріңіз білесіздер, оқушыларға өте қызықты. Мен бұны 5-ші сыныптармен бірге ойнаған болатынбыз. Оқушыларға өте қызықты болды. Әсіресе информатика сабағына келген кезде тек оқушылар емес, мұғалімдердің бәрі ойлайды. Информатика тек ол компьютерде отырып жазу, сурет салу, соны үйретсе болды. Ал оның одан да күрделі тақырыптар бар екенін, осы цифрлық сауаттылық заманында көп нәрсе игеру керек екенін түсінбейді. Және оқушыларға осындай теорияны есте сақтап қалу үшін осы әдіс тәсілді ұсынамын бәріңізге. Рахмет.